Біз сіздің даже атыңызды өзгерте аламыз. Нейропластичность деген кез келген басыңыздағы түп санаға орныққан ақпаратты қайтып перезапись жасау. Маған ұнамаса, мен перезапись жасаймын. Мысалы, сіздің кешеге беретін ақпарат сізге ұнамаса, өзгертуге болады. Сіздің біреу өй дегенде қорқып кететін ақпарат сізге ұнамаса, өзгертуге болады. Тойға шыққанда бүйтіп сөйлей алмай қалу, қолың дірілдеп кету деген информация сізде бар болса, өзгертуге болады. Бұл күшті нәрсе, Біз сіздің даже атыңызды өзгерте аламыз. Білесіздер ме? Ең қатты сенетін нәрсеңіз атыңыз ғой негізі. Сіздің атыңыз кім? Мырзабек. Мырзабек мырза атының Мырзабек екенін точно біледі ғой. Даже? Ой, атқан кезде атың кім десе Мырзабек дейді ғой. Мен айтамын Азамат деймін. Енді қатты сенесіз ғой. Бірақ біз келісіп алдық. Мырзабек мырза қазір мына жерге келген кезде біздің ашта 3000 адам бар дейік ғимаратта. Бәріміз оны көрген кезде сәлем Арман деп амандасайық дейміз да. Келісіп аламыз. Сосын бұл кісі бір алғашқы 50 адам қайтады, менің атым Мырзабек деп ше. 100 адам қайтсыншы. Жарайды 200 адам қайтсын, менің атым Мырзабек деп ше. 1000 адамнан кейін ойланып қалады. Мен кіммін өзі? Шота деп ше. 2000 адам саған Арман деген кезде мам деп. Көрсеңіз, сіз ең қатты сенетін затыңыз ол сіздің атыңыз, даже соны өзгертуге болады. Түсіндік қой? Жаңа травма, установка, блок, бір бәле любойын алып тастауға болады. Түсіндік,